Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым. Бүгінгі біздің кітап пен кітап оқуды насихаттау барысында өткізіп отырған оқу және жен байқауының күнделікті атты подкастқа қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз Ахмет Біржанов атындағы мектебінің педагог-психологы Жұмусова Мадина Кәпкәрімқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Мадина Кәпкәрімқызы, бәріміз де үлкен өмірге осы кітапты оқып өттік. Міне өзіміздің жаңағы Ыбырай Алтынсарин айтқандай, кел балалар оқылық, оқығанда көңілге ықылас пен тоқылық демекші. Осыдан бүгінгі сұхбатымызды бастап кетейік. Сіздің ең алғашқы оқыған кітабыңыз қандай? Мен ең алғашқы оқыған кітабым бастауыш сыныпта. Менің атым Қожа. Мен сол кітаптарымды, оқыған кітаптарымды кеше мектептің кітапханасына кіріп алып шықтым. Өзім сол жерде тұрып кішкене өзімде бір балалық шаққа ностальгия болды. Енді жұмыс бабымен жүргесін кітапханаға тек қана өзіміздің сол не алуымыз керек, солған ғана кіріп шығады екенбіз. Кеше сіздерден осындай ұсыныс түскеннен кейін жаңа кітапханаға кіріп біраз кітапты қопарып қарадым. Сол кезде ең бірінші оқыған кітабым Бауырсақ, Колобок. Сол кітаптар көзіме оттай басылды. Сосын жыл мезгілдері, Алдар Көсе жақсы көріп оқитын, ең жақсы көріп оқитын неміз. Қазіргі өмірмен салыстырғанда мына жердегі алдау дегеніміз вообще мүлдем басқаша екен. Сосын Жиренше мен хан кітабы. Осы кітаптар, сосын ер төстік, соны бірнеше рет оқыдым сол кітапты бала кезімде. Енді өзіңіз жаңа кітаптарды көрсетіп жатсыз ғой. Қазіргі өзіңіз білесіз, иә, балаларды кітапқа баулу өте қиын. Осыны қалай осы балаларды кітап, көркем әдебиетті, әрине осы көркем әдебиетті оқу үшін балаларға қандай жұмыс жасау керек? Кітапқа қызығушылығы болу үшін, кітап оқығым келеді, осы кітаптан білім алғым келеді деген. Балалардың қалай ояту керек қызығушылығын? Биде өзімнің былай деп ойлаймын, жаңағы өзіміздің өмірімізден, балалық шақты өмірімізден, өйткені біздің балалық шақты өміріміз оларға қазір бір түрлі қызық емес, өйткені қазір өте интернеттің дамыған кезі, ол біздікі бір ескі неде қалып қойған сияқты, соны қызықтырып айту керек. Өзіңнің жаңағы ойлаймын, бір күлкілі өміріңнен, сондай анандай өте қорқынышты емес, күлкілі өміріңнен бастап айтса, сосын жаңа ер төстіктегі неге, мен өзім 2 немерем бар. Мен өз кітапты көп оқимын, біреу 5-те, біреу 7-те, бірінші сыныпқа барды биыл. Мен солармен бірге кітапты қазір тағы да қайтадан оқып жүрмін. Олардың басында қызығушылығым болған жоқ, ал енді қазіргі қызығушылықтар көп. Сосын ескі нелерді, мультфильмдерді қарап жүрік, ескілерін қарап жүрік. Бұрынғы 50-ші жыл деп шығады ғой, Союз мультфильм, 50-й деп. Сонда сіздің жаңа айтып тұрғаныңызға қарасақ, үйде байланысты болып тұр ғой. Үйден мысалы, үйде біреу кітап оқып жатса, бала оны көреді да, қызығып, сонымен қатар бірге отырып оқиды кітапты, сол үйден басталып тұр ғой. Айына өзіме не қойдым, сол балаларыма 2 кітаптан алып беруге. Енді қазір жаңа сіздің ең басты өзіңіздің мамандығыңыз педагог-психологсыз, иә? Енді қазір педагог-психологқасың, сіздің енді түсінікті ғой, сіз жаңағы немен сіздің мамандық, оның негізгі міндеті сіз жаңа балалардың психологиялық дамуымен, оның әл ауқатын қамтамасыз ету, оқушылардың жеке және әлеуметтік мәселені шешуге сіздің жұмысыңыз сол, иә? Енді қараңыз, әртүрлі жағдай болады, бір қиын жағдай, күрделі жағдай болып қалды дейік. Сонда сізге мынау мысалы жаңа бір оқыған көркем әдебиеттің көмегі тиеді ме? Соның ішінен бір түртіп аларыңыз болады ма? Әрине, оны түртіп алатын жері Абай Құнанбаевтың мына қара сөздерінен, көбінесе сол жерден алам қара сөздерінен. Соны, мысалы, сол қара сөзді солай жеткізбеймін, өз тіліммен жеткіземін, баланың тілімен жеткізуге тырысам. Сол жаңа кітаптан оқығандарымды солай түсінікті қылып, жеткізетін қылып, балаға жететін қылып түсіндіремін. Сол кезде бала түсінеді. Өйткені біз тура кітаптан алып айтатын болсақ, ол жерде өздеріңіз білесіздер, онда күрделі жазылған ғой. Сондықтан да жай тілмен, қарапайым тілмен жеткізген дұрыс деп. Сол мен жұмыс жасаймын. Мадина апай, жаңа өзіміз айтып отырмыз ғой, біздің жаңа осы оқу және жен деген осы жобамыз. Жаңа естуіңіз бар, сіздің де жаңағы мектепте осы жоба жұмыс атқарылады екен. Сол қандай қарқынды атқарылу қазіргі кезеңде? Балалардың қызығушылығы бар ма сол жобаға қатысу? Сынып-сыныпқа жаңағы бөліп тастаған, жаңағы айтып отқандай, айына неше кітап оқиды? Кім неше кітап оқиды? Сондай бастауыштан бастап, орта буын, жоғары буын, соларға бөліп тастаған. Сонда бізде 7-сіне 2-7-де бір балалар есеп береді, неше кітап оқығандарын.
сосын қандай кітап қызық болды, қандай кітап, олардың сол кітап оқығанына қарап баланың қызығушылығын байқауға болады. Қандай кітап оқиды. Мысалы жаңағы қияли не жайында қазіргі таңда балалар сондай кітапты ұнатады. интернет пе, сондай әртүрлі неден бала кітап оқиды. Содан біз жаңағыны мониторинг етеміз, балалардың қызығушылығы қай жақта екен. Сол арқылы сосын ары қарата жұмысымызды жалғастырамыз. Өте жақсы жоба деп ойлаймыз, иә, Өте тамаша жоба, иә. Өзімізге де қызық болып жатыр. Біздің мұғалімдер арасында да сол кітап оқу деген болып жатыр. Неше кітап оқимыз, қандай кітап оқимыз. Арасында бір уақытымыз болғанда мұғалімдер бөлмесінде отырып, жаңағыны талқылаймыз, қандай кітап оқығанымызды, қай жерде кейде осы жүріп неге ескі кітапты оқығың келеді да, сосын мысалы менің атым Қожа, өте бір керемет, иә, балалық шақта ұмытпайсың. Мысалы кейбір кітаптар есіңнен кетіп тұрмайды, а менің атым Қожа деген ол ұмытылмайды екен. Осыны айтқан кезде осы менің атым Қожа деген кітаптың жаңағы ішіндегі нелерін, кейіпкерлерді айтқан кезде бәріміз жарысып кетеміз ғой. Кейбір кітаптарды айтқан кезде ұмытылып қалғанда кейбір мұғалімдер үндей алмай қалады. Сол кезде мына Сәбит Мұқановтың Бота көзі қандай кітап, өздеріңіз оқыған шығарсыздар, иә, қандай, бұл да есімде қалып қойыпты кеше қарап отырып. Сосын Абай Құнанбаевтың айтып отырмын ғой, мына кітап менің жұмыс үстелімде жатыр қазір, үстелімнен алып келдім. Өйткені осыдан көп, осыған арқылы жұмыс жасаймын. Өйткені мынада бәрі жазылған. Абай Құнанбаев тек қана өлеңдер мен поэмаларды ғана жазбаған. Бұның ішінде егер өзің білсең, танып білсең, бұның ішінде психологияға айналдырып алуға болады екен. Сөздерін көбісін мен психология жағынан аударып аламын да, осы кітапты күнделікті қолданамын. Сосын Дулат Исабековтің Гауһар тасы, естеріңізде болса. Сосын мына кітапты енді бәрі оқыды деп ойлаймын. Әділхан Ошайықовтың Махаббат қызық мол жылдар деген кітабы. Мен осы бала кезімдегі кітаптың, мынау кітаптардың бір бөлігі ғана деп айтамын. Сонымен бүгін не болса да, ауыр болса да өзім көтеріп келдім сіздерге. Бұл енді сіздің жаңағы кітапқа деген махаббатыңыз туралы айтады ғой. Өзіңіз вообще жиі кітап сатып алып тұрасыз ба? Алып тұрамын, айтып отырмын. Қазір балалар болғасын, балаларға жақын нелерді аламын. Көркем әдебиет жаңағындай не көрсетіп жатсыз ғой жаңағы. Түрлі түсті, сол немереңіз болғасын. Әр жанрдан оқимын мен. Бір жанрда мен мысалы махаббат жайлы ғана емес, әртүрлі жанрда кітаптарды оқимын. Енді жаңа естіп жатсақ, елдің арасында естисіз ғой, мындай қазір киттің орнына құнды кітаптар береді дейді. Соған қалай қарайсыз? Болды. Ол кітапты құрметтеу ма, әлде кітаппен ойнау ма? Соған пікіріңіз қандай, көзқарасыңыз қандай? Тойда қазір кітап береді деп көп естіп отырамыз. Өзім маған да осы уақытқа шейін, осы бір жылдың ішінде 2 рет кітап сыйлады маған өзіме. Жаңа тойда? Иә, тойда. Мен өте қатты қуанып қалдым. Жаңағы шынында да басқа зат алғаннан, ол зат мысалы берген заттары жаңағы енді сыйлап бергесін үйге әкеп қоясың, ол сол тұра береді. Ал кітапты оқимыз, иә. Мен еще тағы айтқым келгені, мен кітапты оқығанда ауылда тұрамыз ғой, енді ауылдан шықтық, сағат 10-нан кейін бізге жатуға не береді, ата-анамыз жатыңдар дейді. Сол кезде светтерді сөндіріп тастайды, тек қана ортаның светі, енді ауылда тұрғандарыңыз болса кішкене еске түсірерсіздер, ортаның светін ғана жағып қояды, прихожканың светі. Жату керек, таңертең мектепке бару керек. Сондықтан да енді ана кітапты бастақ болған оқығым келеді. Сосын кішкене есікті ашам да, арасына бірдеңе тіреп қоямын да, сол есіктің жарығы не түсіп тұрады. Кеше есіме алып жатырмын соны. Сол есіктің жарығына бүйтіп қойып оқыған күндерім болған. Кітапты оқыған жақсы көрдім да, сосын есіктің жарығы былай ұзын жақтауына түсіп тұрады. Сол кезде бүйтіп оқып, ана жақтан біреу шыққан кезде қайтып жаба қойып, мысалы сондай уақытым болыпты. Соны кеше отырып. Негізі кітапқа махаббатыңыз болса, бір мақала, бір нәрсе жазасыз ба? Жаздым. Жазасыз. Өлеңдер жазамын. Оны қандай бір баспа беттеріне шығады ма? Жоқ, өзімнің қойын дәптерімде қазір ең бірінші өлең жазуды, өкінішке орай, үлкен ағам қайтыс болған кезде, сол кезде жаздым. Ең бірінші шыққан өлеңім сол кезде болды. Содан кейін әкем қайтыс болғанда жазған өлеңім бар. Сөйтіп жалғаса берді. Сондай өмірдің сондай бір кезеңдері болып жатқанда, мен ішімнен ол өлең маған
сонда ойлайтынмын, жазушылар, ақындар айтып жатқан кезде өзі келеді, өзі шабыт келеді деген кезде мен түсінбейтінмін. Одан кейін өзімді, ой сезімімді қатты бір неткен кезде, жабырқаған кезде өзімді, сезімімді, ішімдегіні оятып жүрді. Сол кезде жазған 2 өлеңім бар, енді қазір қойын дәптерімде тұр. Сосын биыл немерем 1-ші сыныпқа барды, кіші ұлым оқып бітірді журналистика факультетін, соған жазған өлеңім бар. Сол ақырындап. Сіздің ойыңызша қазір қазақ әдебиетінің жастарға әсері қандай деңгейде? Енді жастар осы нақты қазақ әдебиетінің. Мысалы біз өзіміз қарап отырамыз, жаңа кітапханаға жастар келеді, жаңағы жас әдебиетті оқиды, жас ақындарды сұрайды, қандай өлеңдері шығып жатыр деп. Соған қарап тұрсаң, қазір жастар кітапқа деген қызығушылығы оянуда. Оянып жатыр. Дұрыс айтасыз, мен сізбен келісемін. Бірақ жастар екіге бөлінген қазір. Иә, біреуі нені қарайды, қызығушылығы біреудікі кітапта болса, біреуінікі жаңағы IT дейді ғой, соған қарай нетіп кеткен, терең кетіп қалған, сол IT-ді меңгереміз деп. Былай нелері қазір, өйткені оларды қызықтырып жатыр осындай сіздер жасап жатқан істеріңізге. Осы жоба өте тамаша жоба болып жатыр қазір, балаларға, оқушыларға болсын, даже бұған үлкендер де қосылып жатыр. Біз өзімізге оқып, өзімізге осындай жобаға кірісіп, өзіміз араласып барып, жастарды өзі сондай тартып жатыр. Біздің мектебімізде дебат бар. Дебат клубы бар. Былтырда қатыстым дебат клубы несіне. Өзіміздің мектепте біз оқушылармен, мысалы менің қасымда оқушы болып қатысам. Екеуміз неге түсеміз. Былтыр 1-ші орын алдым. Биыл жақында тағы болды. Биыл енді өкінішке орай 2-ші орынға кеттім. Бір оқушы, бір мұғалім. Солай арқылы сол жаңағы мұғалім өзі үлгі көрсетіп оқушыны тартамыз, жастар тартуымыз керек. Біз ыңғай үлгі болуымыз керек жастарға, сонда ғана жастар қимылдайды деп ойлаймын. Енді қандай жұмыс атқарылу керек сол жастарды осы әдебиетке қызығушылығын аштыру үшін? Осындай жобалар көбірек болса деймін, иә? Сол айтып отырмын ғой, жобалар көбірек болса, осы жобамен бітіп қалмаймын. Мысалы, бұл жобаларды мектепке хат арқылы жіберіп, мектепте де ұйымдастыру керек. Мысалы, осындайға жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой, келетін бүгін балалардың жаңағы байланысы келмей қалды. Сондықтан да мектептің ішінде өздеріңізде мектептерге аралап, осындай жобаға келіп, сеңіздер, өзіңіз сонда көріп кетер едіңіздер мектептің ішкі жағдайын, оқушылардың осындай нелерін көруге өздеріңізге де болатын еді. Ұйымдастырып, көрерменге өздеріңіз келіп кетсеңіздер. Биылғы жылдан бастап Қостанай облысының әкімшілігінің қолдауымен оқу және жен облыстық байқауы өтіп жатыр. Облыстық әкімдіктің, атап айтқанда облыс әкімінің орынбасары Ринат Зәкиұлы Мұхамедқалидің қолдауымен Қостанай қаласындағы зерделі ақыл-ой дамыту мектебі және Тобыл Торғай тарландарын зор демеушілігімен осындай үлкен жобалар іске асып отыр. Жаңа көріп отырсыз ғой, жаңағы өзіміздің Тобыл Торғай жаңағы әкіміміз бар, солардың қолдауымен осындай жобалар бізде болып жатыр. Енді тағы бір айтсаңыз, жаңа осы сіздің сөзіңізді толықтырып кетейін. Осы әкім орынбасары, бізге биыл біздің мектебімізге 3 рет келді. Осы жобамен 3 рет келді. Ол кісі келгенде бізге жаңа ғана келіп кетпейді. Бізбен сұхбаттасады. Сосын біздің өзіміздің ойымызды біледі. Не істесек, ол кісі тексеру келмейді, біздің ойымызды біліп, өзінің ойымен бізді санасады бізбен бірге. Сосын біздің немізді қарайды, сайттарымызды қарайды, қандай жұмыстар жүргізіп отыр. Біздің көзімізше қарады биыл келген кезде. Соған мақтайтын кезде мақтау айтып кетеді, өзінің ойын айтып кетеді, бізбен бөліседі. Бұл кісі осы жобаны жақсы қолға алып, жаңағындай сырттан ғана бақылап отқан жоқ. Ішкі нені де бақылау үшін өзі бүкіл мектепті аралап, қазір бәрі мектепті аралап жүр ол кісі. Мен ол кісіге біз риза болдық, сондай тек қана айтып қана қоймай, сол нені жұмысты, жоспарды іске асырып жүргеніне. Енді өзіңіздің соңғы оқыған кітабыңыз қандай болып тұр? Қазір балалардың кітабы. Жаңа сол немере дейсіз? Иә, балалардың кітабы, немере, сосын мектептегі балалардың кітабы. Сосын психологиялық неге байланысты. Кейде өзіме де айтып отырмын, кабинетіме бірнеше кітаптар бар, жаңағы көп ашылып сөйлемейтін балалармен сол кітап арқылы кітапты қойып қоямын. Бірінші жаңағы
ашуланып келеді кейбір балалар. Сосын мен үндемеймін, түріне қарап отырамын да өз шаруамды, жұмысымды істеймін. Сосын мынандай кішкентай кітаптарды қойып қоямын. Бірнешеуін бүйтіп ашып. Сосын мына суретті ғой, қарасаңыздар, неше түрлі түсті. Сосын қызығады да, ішінен бір кітапты бүйтіп тартып алады. Сосын қарайды, суретіне қарайды. Сөйтіп қарайды. Енді соңғы оқығаным қазір міне алдар көрсе, өйткені осы кітаптар мен алдымда балалар үшін оқимын. Балаларға 10 рет оқимын, 20 рет оқысам да, соны қайталап балалар қызығып тұрса, соған оқыта беремін. Енді міне Мәдина апай, өзіңіз бүгін келіп, бәріңіз өзіңіз уақытыңызды бөліп келіп отырсыз. Сіздерге көп рахмет. Бүгін сұхбатқа шақырып, осындай жобаларыңызбен бөлісіп отқандарыңызға. Сіздерге алдағы уақытта шығармашылық табыс тілеймін. Енді сіздер тікелей мектепте де бар, кітапхана сіздерде бар. Сіздер енді жоғары үлкен облыстық болғасын, сіздермен келіп кітап оқуға, сіздермен келуге, осындай жобаларыңызды көбейтсеңдер, оқушыларды араластырып, сіздер де келіңіздер, мектептің өмірін көріңіздер. Тек жақсылық тілеймін сіздерге. Рахмет шақырғандарыңызға. Бүгінгі отырысымызды қорытындылай келсек, артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге деп, ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлы жырлағандай, ерінбей білім алуға асығайық. Бар білім қайнар көзі, кітапта екенін ұмытпайық ағайын. Қош сау болыңыздар. Рахмет.